Новый влогқа қош келдіңдер. Наконец-то видео түсіруге ерінбей өзімді мәжбүрлеп видео түсірген болатынмын. Короче, азанда тұрып, завтрак ішіп, ерінбей сендер үшін видео түсіріп демесем ойнамайтын. Короче, бүгін біз бассейн жинаймыз. Негізі бір күн бұрын бәрін суын төгіп кептіріп қойған болатынбыз. И азанда тұрып бәрін коробкаларына салып скотчтап қойдым. Екі коробкада темірлер тұрады, ақ темірлері, мына жерде көк инструменттер бір-бірін біріктіретін тамест. И дәу коробкасы бар, и мынау кепкен түрі. Не деймін бұны, не знаю. Короче, бұлардың бәрін аузын скотчтап, жақсылап сарайдың ішіне қойып қоятын боламыз. Ерте жинапсақ, потому что күн суып кетті. Араларында школьный форма алғандар бар ма или жоқ па, комментарияға жаза кетіңдер. И мен әлі школьный формаға алған жоқпын. Онан кейін Пинодан заказ берейін деп жатырмын. Сондықтан бұған бір бөлек видео арнайтын боламын. Каналға тіркеліп алыңыздар. Новый влог қызықты болады деп ойлаймын. Бағаларын және реально отзыв айтатын боламын. Сонымен қатар осы видеода айтқым келетіні, маған келетін хейт. Неге түріңді көрсетпейсің видео салғанда? Неге влог саласың түріңді көрсетпей? Мне как удобно, мен солай жасаймын. Түсіргім келсе түсіремін. Мен видеода түрімді көрсетпей стикермен жауып қойым, или же эффекті қолданамыз без лица. Потому что маған ұнайды, сондықтан солай жасаймын. Мен просто түсінбеймін. Қазір мен сендерге шығарайын алдарыңа. Неге түріңді көрсетпейсің анаудан мынау, тырнақ астынан кіргізетін адамдар вообще түсінбеймін. Хейтерлеріме ризамын ғой жандарым. Видео астына өз пікірлеріңді жазып қалдырсаңдар болады, кім қалай ойлайды. Қазір хейтерлердің тағы біреу келіп солай жазатын шығар, вообще түсінбей қой онда деп. Маған уже бәрібір. Басынан наделым шыққан немге осылай жаза береді деген сияқты. Ал наоборот қолдап жатқан жандар үшін рахмет. Әр видеомның астында бір хейттен болса, екіншісі қолда поддержка беріп жатады. Ол кісілерге, оқырмандарыма рахмет. Мен обязательно өзіме ұнаған пікірлерге лайк басып отырамын. Және кейбір видеолардағы комментариялар ішіне кірмей қалды. Осымен видеоны аяқтаймын. Және 2-3 күннен кейін мектеп жайлы бір қызықты видео түсіретін боламын. Бұл әзірше құпия. Сондықтан каналға тіркеліп алыңыздар, видео күтіңіздер.